Құрметті достар, саламатсыздар ма? Біліп жүремге жазыламыз, лайк басамыз. Міне менің офисім, достар. Уже екінші рет міне. Офис алыстық, жаңа офиске алыстық міне. Мен жұмыс орным, реально без прикола міне. Мен отыратын жерім, міне, қолбақ. Планшетпен жұмыс жасаймыз міне. Міне, сумка, мен отыратын жер, көрдіңіздер ғой. Рахат зато, коммуналка төлемеймін. Табиғи жер, міне қараңыз, тау, пожалуйста, тау көріп тұрсыздар ма? Тау, міне. Мына жерде кофе ішесің бе, пожалуйста, адамдар жүреді. Міне. Тағына отыратын адам керек қой, ұялмай түсіре беремін видео негізінде, бірақ мына жерде отырса адам мен ұяламын. Бана күттім, бір көп отырған жоқ, бірақ. Реально. Даже қойып видео түрсем болады, мен планшетім күшті негізінде. 470 мың қалған планшет қой. Пожалуйста. Кез келген нәрсені видео түсіре беремін осылай. Проблемалар болса айтам, адамдар маған бір жақсысы маған адамдар қарамайды, вообще қарамайды. Вообще мән бермейді, бір жақсы келеді, кетеді. Таң қалам адамдар. Алматыда соны сынайды маған, адамдар вообще. Плевать они на тебя хотели. В хорошем смысле, да, достар, міне. Так, мусорым бар, міне, мына жерде отырғым, мына жерге отырғым келемін. Күн қазір плюс сияқты. Мына салқын деп ойлап қалмаңыздар, күн жылы. Мына мен екінші видео менің офисім деген шыққан болатын. Үйдегілер көріп мен критикаға тап болдым, бірақ. Неге үйде жасамайсыз, анау мынау дейді. Данный момент қазір мен жұмыста жоқпын. Мен жұмыс 3 ай ма сонда іздеп жүрмін, өзіме бір керек жұмыс таба алмай жүрмін енді. Бірақ қазір енді ютубтан енді мойындайын, ақша табам, бірақ көп емес, 10 мың теңге, 20 мыңнан аспайды енді. Сондықтан мен соны айтқым келіп отыр, енді ақша емес. Сондықтан мен сол үшін жұмыс істеп отырғаным ғой. Нормально ақша тапсам, нахрен, ой, кешіріңіздер, не үшін, неге нахрен деген боғауыз емес сияқты. Не үшін маған жұмыс жасаймын мен? Міне офис. Ана жерге келіп видео түсірем, адамдар жүрмейді, мына жермен вообще. Редко жүреді, мән бермейді маған. Не айтып жатсың, саған бәрібір ешкімге. Бұл глобальный проблема айтып отқан. Просто телефонны қалай бүйтеді, сөйтеді деген ғой. Кофеңді ішесің ба, туалетің бар. Туалет тегін бе екен? Ой, біздің туалетің по большомудан бөлек, по большому емес, по маленькому кез келген жері бізде. Так, болды, так, туалеттен проблема жоқ, судан проблема жоқ, су, пожалуйста, міне. Кофе, жоқ, кофеға шығындалмайсың, просто ішкің келіп, реально мына бір ішсе мен жатып аламын просто. Так. Міне 2 столым бар, свет, коммуналка, су, не, төлемеймін ай сайын. Алматыда дейтін офистер кем дегенде 80-90 мың, ең арзандар 65-75, дым жоқ ол офистерде. Условия жақсылар 100 мыңнан басталады енді. Көрдіңіздер, қалтада қалды. Жоқ, ютубта мен 400-500 мың тапсам, мен аямаймын ол офиске, ойлап қалмаңыздар. Мен просто табыс жоқта, видите, содан ғой. Мусорның бар. Біліп жүремін, жазылыңыз, лайк басыңыз. Міне, осы жерде сіздер күшті видеолар қарайсыздар.